Мағжан Жұмабаев деген кім? Біріншіден, ірі түрколог, тарихшы, лингвист, орыс классикалық мектебінің рухындағы ұстаз, қазақ тілі мен әдебиеті оқулықтарының және педагогика кітабының авторы. Сәкен Сейфуллинмен бірге оқыған Омбы мұғалімдер семинариясын алтын медальмен бітірді. Омбы, Петропавл қалаларында қазақ мұғалімдеріне арналған курстар ашып, олардың директоры болды. Мағжан Орта Азия мен Қазақстан аймағында тұңғыш болып, шығыс пен батыс халықтарының рухани дамуының екі ағынын қайта біріктірген алғашқы ақындардың бірі. Екінші әйелі Зулейха 20 жылдан астам уақыт бойы Мағжан есімінің қайта жаңғыруына сеніп, ақынның мұрағатын шатырда сақтап келген. 60 жылы 8 шілдеде Түркістан әскери округінің әскери трибуналының шешімімен Жұмабаев қайтыс болғаннан кейін қайта ақталды. Оның өлеңдері халыққа қайта оралды. Академик Әлкей Марғұлан